Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қытырлап тұратын және де жылдам пісетін чак-чак түрін пісіріп көрсететін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, егер де маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар разрыхитель ұн, 2 жұмыртқа және де шым-шым тұз қажет болады. Толық құрамын описание бөліміне жазып кететін боламын. Алдымен жұмыртқамызды осылай салып дайындап аламыз. Кішкене шым-шым тұзымызды салып, екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан соң разрыхителімізді салып аламыз да, тағы да бір араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алыңыздар. Содан соң міндетті түрде ұнымыз електен өткізілген болуы керек. Ұнымызды салып, қамырымызды илеп алатын боламыз. Қолдың көмегімен осылай жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Міне бізде қамырымыз осындай болып шығу керек, яғни қамырымыз дайын болған қамырымызды кішкене июі қанғанша, яғни демалдырып қоямыз. Міне бізде июі кішкене қанды қамырымыздың енді үлкен домалақ етіп жайып алатын боламыз. Жұқалығы 1 мм болса, өте керемет болып пісіп шығады. Барынша жұқа қылып жаюға тырысыңыздар, сонда қамырларыңыз, яғни чак-чагымыз өте әдемі болып пісіп шығады. Қамырымызды осылай оқтауға орап, яғни 5 бармаққа кескенде етіп кесіп аласыздар. Өте жылдам кесіледі, әрі уақыттарыңызды да үнемдейсіздер, егер де осылай кесіп шықсаңыздар. 5 бармаққа қамыр кескенде осылай кесіп аламыз, енді осыны тағы да ұзынша етіп кесіп алатын боламыз. Енді осылай бір қамырымызды алып аламыз да, осылай ромбик немесе 4 бұрышты етіп, яғни кесіп аласыздар барлық қамырларымызды. Сосын міндетті түрде бір-бірінен ажыратып аласыздар. Міне осылай ажыратылып тұруы керек, әйтпесе қамырларымыз жабысып қалады. Барлығын осылай кесіп аласыздар да, алдын ала дайындап қоясыздар. Осы аралықта, яғни майларыңызды қыздырып дайындап алыңыздар. Қызып тұрған майда пісіріп шығатын боламыз. Май қызған уақытта қамырымызды салып, міндетті түрде араластыра отыра, осылай кішкене сарғайғанға дейін, яғни пісіріп шығатын боламыз. Егер сіздер қатты қызартып пісіретін болсаңыздар, чак-чактарымыз қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан шамалы сарғайғаннан ала береміз. Міне бізде осындай алтын түсте, яғни золотиста болып пісіп шығуы керек осылай. Енді үстіне сгущенка, яғни қоюлатылған сүтімізді қосылып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Қасықтың көмегімен осылай араластырып шықсаңыздар болады. Міне достар, осымен чак-чагымыз дайын. Оны тарелкаға салған соң макпен немесе шоколадпен әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын достар.